Мен 91 жылы Алматыда оқу бітіріп, осында келдім. Осында депо богатырский кезде болған. Ремонт локомотив. Сондай. Содан бері әлі осы жерде жұмыс істеп жатырмын. Мастер болып бастағам. Старший мастер болып, замначальник. Қазір сол начальник. Осы жердің бастығы болып начальник болған. Біздікі жұмысымыз жерде локомотивті электровоздар ОП-1, тепловоз ТМ-2, моторный палаталар ремонт істейміз. Капитальный ремонт бар, ТО-3, ТР-1, ТР-2, ТР-3 осылай істейміз. Қанша адам бар? 142 адам бар, 11 ИТР, 131 жұмысшылар слесарь ремонт жұмыстағы. Өзім темір жол, сол жағына кішкене икемім бар. Бір орында істеп жүрген себебіміз жерде бұрынғы жұмысшылар бар, үйретеді, біз оларды үйретеміз. Ремонт жағынан енді бәрін кішкене білем деп ойлаймын. Бас кезінде үйрендім, қазір басқаларға үйретіп жатырмын. Богатырь өмірдің енді әркімге әрқалай ғой. Сол бір орыннан бір орынға ауысқаннан не пайда? Осы жер ұнады, осы жерде қалды. Әріптестер осы жерде бар, жұмысшылардың өзі мықты жұмысшылар бар. Қайролла Бабатаев деген, Сергей Попов деген, Николай Сергеев бар. Жерде бар Яков Слава деген бар. Теміржан Нұрлан бар. Көп айта берсем. Токурлар бар, специалистер бар. Виктор Рябинскийлер бар. Өзіміздің кәсіпорында өзіміздің мастерлер бар. Қазіргі жұмыс істеп жатқан мастерлеріміз менің орынбасарым исполнительный директор Галымжан Мустафин, Финявский Владимир, осы жігіттер. Келесі ары қарай осы жердің жұмысын жалғастырады. Олар өз жұмысына тиянақты, өз кісілермен, жұмысшылармен жұмыс істеуді біледі, қалай екенін, өз кәсібін жақсы біледі.